Құрметті оқушылар, ұстаздар, ата-аналар, міне 2019-2020 оқу жылын аяқтап, соңғы қоңырау сәтіне де келіп жетті. Алайда бұл соңғы қоңырау ерекше. Біз сіздермен қашықтықтан жүздесудеміз. Мектебімізде барлығы 1965 білім алушы бар. Олардың 545-і оқу озаты, 795-і оқу екпіндісі. Былтырғы оқу жылының білім сапасы 67% болса, биыл 71,8%-ді құрап көтеріліп отыр. Бұл ұстаздарымыздың, оқушыларымыздың, ата-аналарымыздың үлесі деп білемін. Жыл бойы мектеп оқушылары интеллектуалды байқауларға, пән олимпиадаларына, әдеби, көркемөнерпаздар, спорттық сайыстарға белсене қатысып отырды. Аудандық пән олимпиадасына 23 оқушы қатысып, олардың 17-сі жүлделі орынға ие болды. Аудандық зерде жобалар байқауына 12 оқушы қатысып, 5 оқушының жұмысы облыстық кезеңге іріктелініп алынды. Аудандық дарын ғылыми жобасына 22 оқушы қатысып, 21 оқушы жүлдегер атанды. Облыстық дарын ғылыми жобалар байқауына 11-ші сыныптың білім алушылары Тоқтар Лейла, Жүніс Әли, Серік Аяулы қатысып, 3-ші орынды иеленіп отыр. Ал мектеп мақтанышы 10-ші сынып оқушысы Мұратұлы Кенже бокстан спорт шебері атанды. Кеше ғана мектеп табалдырығын аттаған 226 оқушы бүгінде 1-ші сыныпты үлкен жетістіктермен аяқтап отыр. Біз бүлдіршіндердің талабына нұр жаусын дейміз. Ал Алтын ұя мектебімен бүгінде қоштасқалы отырған біздің 45 түлегіміздің орны біздер үшін ерекше. Олардың ішінде 8 түлек алтын белгі иегері, 2 түлек үздік аттестат иегері атанды. Біз түлектерімізге үлкен өмірде сәттілік тілейміз. Құрметті оқушылар, сіздер енді көңілді жазғы демалысқа шығасыздар. Денсаулықтарыңызды сауықтырып, келесі оқу жылына жақсы көңіл күйде келулеріңізге тілектеспін. Мектебіміздің аяулы ұстаздары, сіздердің қажырлы еңбектеріңізге шығармашылық шабыт тілеймін. Құрметті ата-аналар, сіздер балаларыңыздың білімі мен тәрбиесіне мән беріп, жыл бойы мектебімізбен ынтымақтаса жұмыс жасап келдіңіздер. Сіздердің отбасыларыңызға амандық, мейірім, жылылық тілеймін. Соңғы қоңырау мерекесі құтты болсын. Жаңа оқу жылында жақсылық пен жүздесейік.